Біз бүгін осындай әп-әдемі роза тоқып шығамыз. Енді біз бұл розаны тоқу үшін біз 30 петля тоқып аламыз. Мен уже тоқып алдым. Енді біз жоғары қарай 4 петля тоқимыз. 1, 2, 3, 4. Мына 5-ші петляға 2 накидпен тоқып өтеміз. Біреу осы петляға 6 петля тоқимыз 2 накидпен. Біреу, 2, 3, 4, 5, және міне 6-шысы. Енді келесі бір петляны тастап кетіп, келесі петляға тағы да 6 петля тоқып өтеміз. 2 накидпен. Біреу, 2, 3, 4, 5, 6. Және соңына дейін бір петля тастап келесі тоқып өтеміз. Міне бізде осындай узор пайда болды. Енді басына келдік. Жоғары қарай тағы да 4 петля көтереміз. 1, 2, 3, 4. 2 накид іліп аламыз. Келесі петляға тоқимыз. Осылай 4 петля тоқып өтеміз. Әр петляға. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Без ничего накидсіз няха тоқимыз. Міне. Сонда бізде осындай узор пайда болды. Келесі 1, 2, 3, 4. 2 накидпен петляға тоқимыз. Келесі 4 петля тағы тоқып шығамыз. Біреу, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Мына тор көзге кеп тоқимыз. Міне, бізде осындай узор пайда болды. Соңына дейін осылай тоқып өтеміз. Міне біз розамызды аяқтадық. Енді осыны әп-әдемі қылып жинақтап, ортасынан ине жіппен тігіп шығамыз. Роза гүлім дайын болды. Егер менің видеом ұнаса, подписки бөліміне өтіп, жазылып кетулеріңізді сұранамын.